Тыңдаңыз. Ертең демалыс. Демалыс күндері адамдар жұмысқа, балалар мен студенттер жұмысқа бармайды. Олар қонаққа, театрға, киноға барады. Саябаққа шығып серуендейді. Спортпен айналысады. Ертең бізге де сабақ жоқ. Мен ерте тұрып, таңғы асымды ішемін. Қоқысты шығарамын. Дүкенге барып, азық-түлік әкелемін. Ертең менің досымның туған күні. Менің досым өте жақсы жігіт. Біз бірге университетте оқимыз. Демалыс күндері біз достарымызбен концертке барамыз. Кейде дәмханадан тамақтанамыз. Бір-бірімізбен кездесіп, әңгіме айтып, шай ішеміз. Жазда таза ауаға шығамыз.